ақшта оққа ұшқан Чарли Кирк деген кім? Чарли Кирк – ақштағы белгілі консервативті саяси қайраткер, публицист және жастар қозғалысының көшбасшысы. Ол 1993 жылы Иллинойс штатында дүниеге келіп, ерте жастан саясатқа қызығушылық танытты. Небәрі 18 жасында 2012 жылы ол Turning Point есі атты ұйымды құрды. Бұл ұйымның басты мақсаты американдық колледждер мен университеттерде еркін нарық, шағын үкімет, дәстүрлі құндылықтар және жеке еркіндік идеяларын насихаттау еді. Кирктің бастамасы жастар арасында үлкен қолдау тапты және ол консервативті қозғалыстың символына айналды. Чарли Кирк бұқаралық ақпарат құралдарында да белсенді болды. Ол жиі Fox News секілді ірі консервативті арналарға шығып, пікір білдіріп отырды. Оның көзқарастары көбінесе Дональд Трамптың саяси бағытымен үндес болатын, сондықтан ол Трамп жақтастары арасында ерекше танымалдыққа ие болды. Жақтастары оны жастардың жаңа буын көшбасшысы деп бағаласа, қарсыластары оның риторикасын популистік және арандатушылық деп сынады. Соған қарамастан, Кирк өзінің ықпалын жыл сайын күшейтіп, жастарды саяси өмірге белсенді қатысуға шақырып отырды. Алайда оның өмірі күтпеген жерден үзілді. 2025 жылдың қыркүйек айының 10 жұлдызында Юта штатындағы Юта Valley University'де өткен саяси іс-шара барысында Чарли Кирк сөз сөйлеп тұрған кезде оққа ұшырады. Ол мойын тұсынан ауыр жарақат алып, ауруханада көз жұмды. Бұл оқиға ақштағы саяси ортада ғана емес, бүкіл қоғамда үлкен резонанс туғызды. Бірі оны сөз бостандығына жасалған шабуыл десе, енді бірі ел ішіндегі саяси бөлінудің трагедиялық салдары деп бағалады. Осылайша, Чарли Кирк қысқа ғұмырында үлкен із қалдырған тұлғаға айналды. Ол жастарды консервативті идеяларға жұмылдыруымен есте қалады, және ақш саясатында өз орны бар ықпалды қайраткерлердің бірі болып қала береді.